Ассалаумағалейкум, армысыз қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Бүгінгі бейнеде мен қазақ тұлғаларының өз дауысы туралы бейнемнің екінші бөлімін түсіретін боламыз. Сол үшін бейнені соңына дейін қарап, өз қолдауларыңызды білдіре отырыңыздар. Профиттерді қалыптастыру үшін бізге қайратты қызыл әскерімізді соғыс техникасының қамтамасыз ету керек. Бұл үшін бізге мыс, қорғасын, молибден, вольфрам сияқты соғыс жұмысына өте керек металдарды көп шығаруға керек. Қазақстан жерінде мұндай металдардың кені өте көп. Олардың ішіндегі ең маңызды, ең жеңіл пайдалануға болатын кендерді тезірек зерттеп, тезірек өндіріске беру Қазақстанның биологтарының қазіргі уақыттағы ең күшті міндеті. Біздің геология институттың биылғы жылғы планы түгелін осы мақсатқа бейімделіп отыр. Пай өмір, өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан ау, бәрімізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Мен өзінің Москва үшін шайқас деген еңбегімде ел деп еңіреген майдандас достарыма әдебиет ретінде ескерткіштегім келді. Сонымен былай деп бастаушымын. Найзадан қолбысса қалам алдым, толғанып оқиғаны көп ойландым. Ұрпақ қарынып келген адал еңбек, жалтақтамай, изменбей ашық жаздым деп бастап еді. Енді қалған өмірімді жас ұрпаққа, олардың ата-бабаларының ел басына күн туғанда етігінен қан кешкенін көзбен көргенімді жеткізіп айтып кетейін деген арманым бар. Мен өлмеймін жақында, ұрпаққа көргенді айтып кетемін. Ол дүниеге менің білгенім керек жоқ. Ұрпаққа менің көргенім, білгенім керек болу керек деп жазып жүрмін. Қаза тапты, шейіт болып деген айттым ғой. Олар өлмесе біз тірі болмас едік. Алыста жүріп, ел қайғысын ойлап, Ауропаның әр тарапында жүрген, бүгінгі Түркияда тұрған Түркістан жастары бірлесіңдер. Сендердің бірліктерін, сендердің бір-біріге күш қосуларын еліміздің бақытына қызмет етпек. Мұны ұмытпаңдар. Бәріміздің құбыламыз, өзіміздің ата жұртымыз, өлкеміз Түркістан болмақ. Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру бәрімізге бір мақсат, бір мұқаддас вазифа болмақ. Мұны ұмытпау керек. Түрк халқы батыр халық. Түрк халқы арыстан ел халық. Кімнен таяқ жегендей, біздің түрктің баласы алдырып жүрген дұшманға аузының аласы. Бұл нақыл сөзді ұмытпауымыз керек. Бәріміз бір болсақ, біздің жөн дейтін жауымыз болмайды. Мақсатымызға жетеміз. Онсыз біздің күніміз жоқ. Құрып кетеміз. Түрік баласы, ұмытпаңдар. Басқарыңдағы бөтен елдің өкіметін шығарып тастауға, аударып тастауға тырысыңдар. Өзбекстан, Түркменстан һәм Тәжікстан деп жат үкімет күшінің 6 жамһуриятқа бөліп тұрған Түркістан бөлімді айырылмас бір өлке. Халқының қаны бір, тілі бір, діні бір, мақсады бір. Түркістанның мақсады өзінің құтылысы, милли өкіметін құрып, сәрбас, бос, өз алдына бір үкімет болып тұру. Халқы көптен бұл жұмысқа алысып, шалысып, қан төгіп, соғысып келеді. Үмітіміз зор. Мемлекетіміздің келешегіне inanамыз. Түркістан жастары айрыша бұл мақсадымызға жеткізуге таласып, тырмасып жатыр.
Bizim maksadımız жалғыз Türkistan'ın gene emez, bütün Türk өлкөлөрүнүн, bütün Türk halkının bot bolup, özara birlik, bradarlık bilen жасап, sırtkı düşmanlara karşı özünün толуктугун, hükümetinin толуктугун bildirip koyu. Дала дүлдүлі, қазақтың маңдайына біткен ұлы теноры. Әміре Қашаубаевтың сонау 1925 жылы фонографқа жазылған ғажап дауысы. Мынандай bir жай еске түсті. Bir жан әлде bir сұхбатта көргенді айтайын ба, естігенді айтайын ба депті. Сонда сыншы тыңдаушысы көргенді айт. Себебі көрген шын, естіген өтірік депті. Алғашқы кісі өтірік пен шынның арасы қанша дегенде, әлгі сыншы екі арасы тым жақын. Төрт ағелі көзбен көрген шын, құлақпен естіген өтірік депті. Өзімшілдікпен емес, тек бір сәтке жаңағы сыншыны қостағандықтан өз өмірімде, өз көзіммен көрген кейбір жайларыма негізейін. 6 жасар шағымда үлкен әкемнің киіз үйінде бір күні қағазға жазылған өлең көрдім. Үлкендер әндетіп, бала таулы өзіміз шырқатып жүрген ән сөзі қағаз жүзіне үнсіз, жым-жырт қонып жатыр дегенге таң болдым. Атам бұл сөз Абай ақын өлеңі дегенде әсіресе хайран едім. Ералы жайлауындағы бар ауылдарымыз өзі жоқта да сөзін көріп, тыңдап отырғаны Абайға қандай жақсы екен деп ойлап едім. Сол Абай 60 жыл өмір жасап, өлеңдері тек жазба күйде, тек жайлауларға ғана мәлім болып дүние салды. Ол менің 6 жаста көргенім еді. Сосын өзім бір жақсы костюмдерім бар, жақсы туфлиім бар, киіп көрмеген. Ана ол кезде жақсы костюм, онда мен жараспайды ма? Просто бір-бірімізге жараспайтымыз. Голландский бір қызыл күрең туфлиім рет өмір киіп көрмеген мен. Баяғыланып болған ғой. Соны киіп жаңағы пышақ қылып үтіктер қылып шалбарды. Ертеңіне сағат 9-да Нұрғиса нене бар. Нұрғиса звондап, Дүйсетай шәмші қыз үйде отыр деді. Сосын ол сұрап келейін деп кетті. Нұрғиса трубканы ұстап отырды. Мен Дүйсетайың кім дедім. Ол помощник қой деді. Дұрысын маған. Соны сағат 4-те келсін деп айтты деді. Сағат 9-да барған кісіге 4-ке дейін Нұрғисаның шықпай отырып қамады. Ол енді дозаққа түскен бірде бас жазылған жоқ. Сосын бір кезде 3-тен асты сағат. Нұрғисаның үйіне пәленбай жігіттер жиналды. Сондырсын оғайлайды, бақымай жымайды жиналды. Ішіліп жатыр, өткенде жүріп біз Нұрғисаның екеуміз шығармаймыз. Сонымен бәріміз 3-тен аса бере жаңағы пропускный пунктқа келдік. Бәріміз 15-16-дан. Кіретін екеуміз ғой. Басқалар сыртта күтіп тұру керек. Нұрғисаның үйі жақын, ана Қаракөз магазиніне, домправицаның артында шаяу келе саттық бәріміз тоқындап. Екеуміз пропускап шықтық. Шаяу келе жатқанда мен ойлап келе жаттым. Патшалар шақырғанда обязательно бір нәрсемен сыйлап жібереді, өзі шақырса. Ол патшалардың тәртібі. Оны кітаптан да оқыған, басқа ескі өз адамдардан естіген. Патша шақырса, ол обязательно бір нәрсемен сыйлап жібереді. А егер қолың жетіп патшаның алдына дейін жет алсаң, ол сенің арызың қол қойып береді. Мынауың болмайды деп айтпайды. Ол патшаға тән нәрсе емес. Оның алдына жет алсаң, ол обязательно, значит, қол қойып береді арызға. Димаш ағамыз кетіп бара жатқанда, үйіне ұшып кетіп бара жатқан қалтасына арыздарын сығып тұғызып бергендер де болған. Олар да үй алған. Оған арыз жетсе, оны обязательно істейді.
Ал өз шақырды ол обязательно сені сыйлайды. Мен енді ойлап кетіп бара жатырмын да енді бұның өз шақырғысы кетіп бара жатырмын ғой мен. Бұл менімен немен сыйлайды? Ол микрорайонда тұрады, 3 бөлмелі үйім бар. 2 бала бір қатынға жетеді, мен өзім далада жүремін. Үй мәселесі дефицит қой, данмақтан. 3 бөлмелі үй болады ғой, 3 бөлмелі. Болады. Мен жеңілді кетіп бара жатқанда, дегенмен кірдік бардық. Алына да сыртта. Сырт кесікте қарау, сосын приемның алдында бір милиция бар екен. Пропускымыз көсіп, одан да бірді. Соң жақты жаңа дүйсетайдың кабинетіне кірді. Бұлай жүрдік, үлкен коридор екен де бұлай, приемный. Ана жерде бір есік, ана жерде бір есік, мына жақта бір есік, қарсы алдында бір есік. Қарсы алдында соңайтын есік екен. Оң жақтағы жаңа есікке кіріп, жаңа дүйсетаймен амандасып, пропускыларында бәленшеге бердік. Қонақтың алдында тұрған қатынға, сары қарынға, енді белімі татарқы болу керек әсті. Таза емес енді. Оның алдында үлкен темір жолдың сағатындай сағат тұр екен, дуалда. Әйелдің алдында. Барып, пропускымыз беріп, сағатына қарап та сіздер шаман ерте келіпсіздер деді. Отыра тұрыңыздар деді. Жарайды, жүріп, отыра тұрдық. Қойып қойғаннан келіп. Сосын ерік, қатын алдынан мен 12 телефон санадым. 4 қатар телефон қойған екен. Тұр есігін алдым. Сосын мен кіріп шығайын деді әйел. Кірді, сіздер кірсін деп айтты деді. Сосын сіздер енді представьте, мынау залы осындай ұзын екен. Дәл осындай. Есігі, анау жаңа магнитофон тұрған есік бар ғой, дәл сондай қақпақтардан екен есігі. Сосын ұзын стол қойылған, қызыл мақсатымен жабылған, сосын мынандай студияны қойып қойған, студияның бәрін сыртына қызыл мақсатымен көмкерілген құрған. 50-60 құдай біліп осында екен. Сосын мына жерде төрде өзі отырды. Мен қарап отырмын ғой, тағы қайда бачан тағы қайда. Сөйсі тағы болады өте бар. Сөйсі мен күшпенді ұсталдық. Шанаман сөй бір телефон. Содан өзінің алдында мына жерде бір телефон тұрды. Үлкен мынандай пепельниц тұрды. Қызал түшкен, ол жалтырап сындыған. Темек тартып шетін, біреу тастағым келіп отырмын. Ал достар, осымен бейнеміз аяқталды. Сіздермен болған Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Бейнені соңына дейін қарап қолдау білдіргендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Келесі бейнеде кездескенше сау болыңыздар.